Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздерге жеті шелпектің пайдасы жайлы айтатын боламын. Баяғыда бір жолаушы келе жатып сандық тауып алады. Ашып қараса ішінде алтын тас жатыр. Құдайым жоқ жерден берді ғой деп шаттанған бейбақ алтынға қолын соза бергенде алтын тас үлкен жыланға айналып кетеді. Ей бейшара, не тапсаң да өз сорыңнан көр. Сандықта жатып 1000 жыл бойына біреу мені босатса алтынмен аптап күміспен қаптаймын деп тіледім. Ешкім құтқармады. Бүгін кім құтқаратын болса соны жұтамын деп серт бердім. Сен кезіктің, енді сертімді орындаймын дейді. Жолаушы шыр-пыр болып жалынса да жылан көнбейді. Кенет 30 жолаушыны оның көзі шалады. Қуанған жолаушы олардан араша сұрайды. Олар жыланнан қорқып, бұл жылан алып екен, бұған шамамыз жетпес деп кетіп қалады. Жылан жақындай түседі. Бейбақ, өлген жерім осы болды ғой, дей бергенде тағы да 5 кісінің сұлбасы көрінеді. Жолаушы құтқар деп жалынады. 30-ның шамасы жетпегенде бізден не күтесің деп олар да кетіп қалады. Жылан төне түседі. Бейбақ иманын үйреді. Сол кезде бір аласа бойлы адам келе қалады. Ей жылан, мына бейбақтың не жазығы бар? Деп сұрайды. Жылан мән-жайды баяндайды. 30-дан қайыр, 5 жаннан пайда болмағанда сен не істей аласың? Жолыңнан қалма, дейді. Аласа адам, ей жылан, жазықсыз жанға жала жаппа, өтірігіңе сенбеймін. Айтқаның рас болса, мына деніңмен кішкене сандыққа қалай сыйдың? Көз көрмей көңіл сенбейді, дейді. Жылан бұлқан-талқан ашуланып, сандықтан қалай шыққан болсам, солай сыйып та кетемін, дейді де түтінге айналып жоғары көтеріліп, сандыққа кіріп кетеді. Аласа адам сандықты тарс жауып, жыланнан құтылдың, енді жолыңнан қалма, дейді. Жолаушы қуанып, айлаңды асырдың батыр, қарыздармын, жөніңді айт, кімсің, дейді. Бұл жылан орынсыз айтқан өз сөзің. 10 пәленің 9-ы тілден. Орынсыз сөз иесін табады. Ақылды адам тілін буады. 30 кісі ұстамаған оразаң. 5 кісі қаза қылған 5 уақыт намазың. Құлшылыққа салғырт қарадың. Олардан қайран болмады. Бірақ сен жұма сайын 7 шелпек пісіріп, кедей-кепшікке садақа бердің. Мен өзің пісіріп таратқан 7 шелпекпін. Сені құтқаруға Құдай жіберді депті. Жолаушыны 7 шелпегі өзін бір апаттан құтқарған екен. Енді бір аңызда 7 шелпектің қауіп-қатерден сақтайтыны шарапаты былай баяндалады. Ертеде бір аңшы болыпты. Ол қыран құсты баулып, саятшылық құрады екен. Аңға шыққанда бірнеше күн жүріп, қанжығасы майланып оралып жүрсе, бір күні ол тағы да тауға кетуге әзірленеді. Құзар шыңға ұя салған ақиық қыранның балапанын үйіне әкеліп баптауды ойлайды. Сапарға шығатын күні ұйқысынан шошып оянады. Бір пәлені жүрегі сезеді. Әйеліне, мен аңға шыққан мезетте 7 шелпек таратып жібер, деп тапсырады. Әйелі, жарайды, айтқаның болсын, деп ері аттанған кезде 7 шелпек пісіріп көршілеріне таратып береді. Жұрт қабыл болсын деп күлшен наннан дәм татысады. Аңшы бұдан бұрында бүркіттің балапанын алып кетеді екен. Қыран аңшының тағы келерін сезеді. Олжа іздеп кетер кезде ол балапанын тауға аманаттайды. Бөгде біреу ұяма тиісіп, балапанымды алып жатса, жартасты жаңғырықтатып хабар берерсің. Оны құздан лақтырып көздерін ояйын, дейді. Тау бүркіттің өтінішін қабыл алады. Бір шама уақыттан соң қыран ұяға келсе, балапаны жоқ. Ол аңшының алып кеткенін біліп, қатты налиды. Тауға, саған хабар жеткіз деп едім ғой, балапанымды неге беріп жібердің, деп ренжиді. Тау, мен саған хабар бергім келген, бірақ аңшы балапаныңды алып жатқанда 7 күш 7 жағымнан жабысып, тырп еткізбеді. Қозғалуға мұршам болмады, деп ақталады. 7 күлшенің шарапаты алып тауды басып, аңшыны бір апаттан сақтапты. 7 шелпек 7 түрлі бәледен сақтайды, деген сөз осыдан қалған деседі. Шелпектің 7 болуы жайлы
аңыз оңтүстік Қазақстан өңірінде жақсы сақталған. Қазығұртта өмір кешкен Ысқақ Қожа есімді әулие кісі болыпты. Ол ел жұрттан адамгершілікке, арлылыққа, ізгілікке шақырып, зұлымдықтан тыйып отырады екен. Ысқақ Қожа дүниеден өткенде баласы Ысмайыл Қожа әкесін жерлеп, 40-на дейін бейсенбі күні 7 шелпек пісіріп, халыққа таратыпты. Bir күні одан біреу: «Тақсыр, неліктен 7 күлше таратасыз? Бір күлше берсе болмай ма?» деп сұрапты. 7 күлшенің сауабы 7 атаңа, одан асса 70 атаңа жетеді. Ал бір күлше өз қара басыңа ғана жетеді депті. Садақаға таратылған күлшенің 7 болуына да осындай мән бар екен. Ғайса пайғамбар заманында 7 шелпекке байланысты аңыз шыққан екен. Бірде Ғайса уағыз насихат айтып жүріп, бір ауылға жеткен екен. Ол ауылда диірмені бар бір кісі болыпты. Ол елдің бидайын тартып, ұн беретін, бірақ оның бір қиянаты бар еді. Ол ұннан ұрлап алып қалатын. Ығыр болған халық Ғайсаға келіп: «Я пайғамбар, мына диірменшіні бізді тонап жатыр. Қанша ескертсек те қиянатын қояр емес. Елде басқа диірмен жоқ. Бұл диірмен көпір сияқты жалпы жұрттың игілігі үшін салынған зат еді. Соны жеке басына пайдаланып, арамдықпен байып отыр. Сен дұға ет, қиянатын қойсын. Қоймаса Құдайдың қаһарына ұшырасын», деп өтінеді. Ғайса: «Уа жасаған, мына халықтың тілегін құп ала көр», дейді. Диірменші сол күні жолға 7 шелпек нан алып шыққан еді. Жолда оған 7 диуана ұшырасыпты. «Ей қайырымды жан, жәрдем ет, ашпыз. 3 күннен бері нәр сызған жоқпыз», депті. Диірменшіні көңілі босап 7 шелпегін шығарып: «Алыңыздар», дейді. Диуаналар оған риза болып: «Тәңір тағала пәле жаладан сақтасын», деп бата береді. Диірменші шаруасын біткен соң үйіне қайтады. Оның көңілді оралғанын көрген Ғайса: «Бүгін қандай қайырлы іс жасадың?» деп сұрайды. Ол: «Жолда 7 диуананы көрдім. Тамақ сұрады. Әйелім пісірген 7 шелпек бар еді. Бәрін сол пақыр жандарға бере салдым», дейді. Ғайса: «Қоржыныңды ашшы», дейді. Қараса қоржында 7 жерінен бөлініп қалған жуан қара жылан жатыр екен. Ғайса өлген жыланды диірменшіге көрсетіп: «Сенің жұртқа істеген қиянатың үшін Тәңір саған зауал жіберді. Қара шұбар жылан сені шағып өлтірмек еді. Бірақ сен дәуірштерге садақа беріп, бір пәледен аман қалдың. 7 шелпек жыланды 7 жерден кесіп өлтіріпті. Енді жамандықтан тыйыл, қиянат жасама», дейді. Содан бастап диірменші харам әрекеттерін доғарып, 7 шелпек пісіріп, садақа таратуды әдетке айналдырыпты.